Сәлем достар, біз бүгін жалғасты, алтында 8 сабақтың диалогын аяқтамыз. Енді бізде 9-шы сабақ, ди жеу к 9-шы сабақ, о хуан рен мин би тақырыбы. Мен халық ақшасын қайтемін, ауыстырамын. Хуан деген сөзіміз ауыстыру, оны қазір жалғасты үйренеміз. Оқуан жәмен бе халық ақшасын ауыстырамын. Енді осы 9-шы сабақта негізінен ақша айырбасы, валюта, ақша айырбасы, былайша айтқанда кішігірім экономикалық айырбас қарым-қатынасқа арналады бұл сабақ. Өте күрделі түрі болмаса да кішігірім Қытай халқының ақша атаулары қалай айтылады. Бізде осы сабақта негізінен осы тақырыпта болады. Кішігірім түрінде. Ал жаңа сөздеріне келейік. Шыңцы. Бірінші сөзі бізде шау. Біз алдында 6-шы сабақ па или 5-шы сабақ па. Сонда біз үйренгенбіз түскі обед кезін. Тура түскі обед кезі демалысу уақытын қалай айттық біз? Чоңу деп айтқанбыз. Есімізде бар ма? Чоңу. Бұл тура түскі ортадағы кезі. Енді бізде қазіргі міне мынау шау и қазір үйренеміз шау деген сөз бар. Бұл қазақ тіліне айтқан кезде түске дейін. Біз орыс тілінде айтамыз до обеда и после обеда. Сол уақытты шау дегеніміз сол түске дейінгі уақыт, чоңу дегеніміз тура түскі ортасындағы уақыт, шау дегеніміз қазіргі жазып жатқанымыз түстен кейінгі уақыт. Былайша айтқанда сағат 2-ден кейінгі уақытты айтамыз. Бұл уақыт мезгілдері. Біз алдында тура түскі мезгілді чоңу деп үйреніп кеткенбіз. Шау, хан, шу. Мына жерде кішкентай ден. Бұл ша. Немесе деніміздің біз бұл хан қылып жазуымыз керек. Хаңдаймыз, кітей түсіреміз. Бұлай. Бұл ша. О дегеніміз пе, хан, астында үлкен хан, и потом шу. Осы у дегенді өткен жолда көрсетіп кеткен у мен неу әрпін парықтайығы. Екеуінің разницасы айырмашылығы. У да шуды үстіне доказа шығармаймыз. Жердегі хыңнан кейін астына түсіріп тұрмыз. Ал ең алғашқы сауатта мен неу деген сиыр деген сөзді өткен кезде екеуінің айырмашылығы қандай? Шуы үстіне мына жердегі хыңнан үстіне қарай шығып тұр. Бұл неу болады. Ал шықпаған уақытта бұл мезгілге байланысты болып кетеді. У, шау, шау деген уақытты білдіреді. Келесі сөзіміз шау екен. Шау бұл жаңегі түске дейінгі уақытты айтамыз дедік. Шу, хың, астында хың. Бұл шау. Енді үшінші сөзімізге келейік. Тушу гуан дегеніміз кітапхана. Тушу гуан. Шу біз үйрендік шу деген сөзді. Есімізде бар ма? 6-шы сабақта үйренгенбіз. Шу дегеніміз кітап. Тушу гуан. Былайша айтқан кезде кітап қоятын бір кітапты қарайтын бір орын деген сөз. Ол қандай орын бізде? Кітапхана. Кәдімгі кітап үйлеріне барамыз ғой, оқу үшін. Кітап үйлеріне барып оқимыз. Соны тушу гуан деп айтады қытайлар. Тушу хың жығу пе хың пе на ден екі ден ең соңында есігін жабамыз. Тушу гуан. Бұл ту. Шуды біз өзіміз білеміз, жазылуын гуанға қарай. Пе, хыңгу, шоу ти, ден. Алды тамақ деген есімізде бар ма? Фән дегеннің алдымен оқсасы. Мен сразу жүріп жатырмын жерде кешіріңіз. Пе,
한국 шу 흥저 흥저 и последний дирижер слайн. Так, мына жерге қарап отырып жазып алыңыздар, өйткені бұл кішкене тақтамыз кішкене жылтырақ болғаннан кейін маркермен кішкене иероглифтер бағынбай кетеді, кейде әрі қарай болып кетеді, бірақ мен шама бар дұрыстап жазуға тырысамын. Бұл тушуган, бұл кітапхана. Келесі біз бұл сөзді, яу деген сөзді біз қай жерде оқыдық? 8 сабақ па, 7 сабақта оқыдық. Яу, хочу, керек. Біз 8 сабақты үйренгенбіз. Яу, бұның жазылуын жай ғана кішігірім көрсетіп берейін. Тез ғана. Өйткені біз бұрын оқып кеткен сөздерді мен сіздерге айтқам. Бұрын жазып беріп үйренген, басынан бастап көрсеңіздер болады. Басынан бастап жазып үйренген сөздерді мен екі қайталап жазып бермеймін. Мысалы, мына жердегі нүй деген сөзді біз ең бірінші сабақта үйренгенбіз. Нүй әйел адам, Мына жерде яу, хочу. Мына жерде жазылуын қысқартып қана көрсетіп кеттім, Так, келесі сөзіміз бізде хуан дейді. Хуан дегеніміз ауыстыру. Ақша ауыстыру деген сияқты мағынада, Хуан. Бұл басқада ауыстыруға қолдана береді. Шу, хыңжы, хың. И так, тұра тұрыңыздан жерге симай қалатын болды. Қазір. Хың жерде пе, сразу жазсалам на. Пе, жерде хыңды жазып алғаннан кейін, потом пе и на. Бұл хуан ауыстыру. Мысалы, біз ақша деген сөзді қалай айтып едік? Мен басында өтіп кеткенмін. Сол ақша деген сөзімізді біз 5 сабақты үйреніп кеттік қой деймін. Чен деп. Жоқ, очи, йоджи. Йоджи дегеніміз 4 сабақта. Минтен, очи, йоджи, жишин. Мен ертең поштаға барып хат жіберемін. О минтен чүй инхан, чүй чен. Есімізде бар ма? 5 сабақта. Мен банкке барып, қайтемін, аламын ақша. Сонда чен деген сөзіміз бар. Не жерде жай ғана көрсетейін, қара маркермен көрсетейін. Чен ақша. Чен ақша. Чен мынау ақша. Егерде хуан чен болатын болса, қалай айтамыз? Ауыстырамын ақша. Немесе ақша ауыстыру. О дегенді қосамыз да алдына. О хуан чен. Мен ақша ауыстырам. Бұл өтіліп кеткен сөз хуан ауыстыру. Так, енді қазір осы сөздерді оқып шығайық. Ары қарай жалғасты өтіледі. Шау 4-ші тонмен айтылады, 3-ші тонмен айтылады. Шау түске дейінгі кез. Түстен кейінгі уақытта айтамыз. Шау, шаң деген сөзді 4-ші тонмен, уымыз 3-ші тонмен айтылады да. Шау бұл түске дейін, до обеда. Шауымыз после обеда. Сонда бұл түске дейін, түстен кейін. Шау түстен кейін, шау түске дейін. Ту шу гуан 2-ші тон, 1-ші тон, 3-ші тон. Ту шу гуан, ту шу гуан, ту шу гуан кітапхана. Яу 4-ші тонмен айтылады. Яу керек. Ояу чүй, маған бару керек. Ояу чүй, керек. Бару керек. Яу керек. Хуан ауыстыру. Хуан
төртінші тонмен айтылады, хуан ауыстыру. Шау түстен кейін, шаңу түске дейін, тушу хуан кітапхана, яу керек, хуан ауыстыру. Бұл осы сабақтағы 4-5 сөз екен. 8-9 сабақтың. Енді ары қарай қазір 5-ші сөзден бастап өтіледі. Мына сөздердің түгелі жазылуын, оқылуын кішкене камераны өздеріңіз тоқтатып, телефондарыңыздағы экранды үлкейтіп жазып алуларыңызға болады. Мен түгел жазылу тәсілдерін көрсетіп қойдым. Енді мен қазір мынаны өшіремін, соңынан бәрін толығымен бірге оқып шығамыз. Қазір осымен бірге тағы да бір 3-4 сөз өтейін. Өйткені қысқа болып қалса, сіздерге де кішкене үйренудеріңізге кішкене кедергі болып қалар деп ойлап тұрмын. Келесі сөзіміз бізде шаужие. Шау дегеніміз кейін үйренеміз, маленький, кішкентай деген сөзді білдіреді. Бірақ бұл жерде ол мына жердегі жеге қосылып, шаужие дегеніміз бикеш деген сөз. Кішкене өсіп қалған, үлкейіп қалған қыз балаларды шаужие деп айтамыз, бикеш. Көбінде бұл әрбір жұмыс орындарында қызмет атқаратын қыз балаларға қолданады. Өйткені мынаның алдында не тұр? Нүйзі паң. Бұларды кейін осы кілттерді кейін үйретемін. Алдында әйел тұрғандық үшін бұл қыз балаға қаратылғанын білуімізге болады. Бұл шаужие. Мысалы, кафелерде жұмыс жасайтын, белгілі билет сату орындарында жұмыс жасайтын, аэропорттар, самолеттарда мысалы қызмет жасайтын әртүрлі жұмыс салаларында жұмыс жасайтын қыз балаларды қалай айтады екенбіз? Шаужие. Ол енді негізі 15-16 жасқа дейінгі балаларға қолданбайды. 16 жастан өсіп, ержетіп қалған қыз балаларға қолданамыз. Шаужие. Бикеш деген сөз. Шоугу, ден. Же дегеніміз алды әйелді жазамызды, артында шу. Хыңжы, хың, и астында үлкен хың. Бұл шаужие. Бізде келесі сөзіміз еңейюен. Бұл қызметкерлерді айтамыз, банкте отырған операторлер болады ғой. Сол кісілерді айтамыз. Еңейюен. Ең, хың, шу. Екі шуды жазамызда пе кішкентай. Хыңгу. Ку. Астында үлкенірек ку. Ең. Шу. Екі шу. Ден. Астында үлкен хым. Ең. Юен. Коуды жазамызда. Астында жен кездесу сияқты, бірақ пена. Еңейюен. Бұл әдетте көбінде банкте отыратын операторлар, қызметкерлер болады ғой. Соны еңейюен деп айтамыз. Ендігі бір сөзіміз рен минби дейді. Рен минби. Бұл рен мин деген сөзіміз халық деген мағынаны білдіреді. Осы жалғыз өзі рен мин деген халық дегенді білдіреді. Біз енді оған би ақша атауын қосамыз, рен мин би халық ақшасы деген сөз. Халық ақшасы. Рен дегенді оқығанымыз 6-шы сабақта адам деп. Мин, хың, жы, хың, шоу ти, хың, шегу. Бұл рен мин деген өзі жалғыз, әдетте халық. Би, пе, шу, хың, жы, гу, шу. Бұл рен мин халық. Міне бұл 6-шы сабақтың 7-8 сөзі. Негізі 7 сөзбен есептеледі. Біз жерде шаудан мен шаңу деген сөзді қосымша беріп кетті. Сондықтан 8-9 сөз. Жердегі рен мин дегенді бөлек жазып кетейін.
сіздерге түсінікті болу үшін, ол халық дегенді білдіреді, иә? Рін, мин, халық, иә? Негізі кітапта да қосымша беріп кетті, иә? Рін, мин, бұл халық, иә? Так, енді біз мынаның оқылуына қарайық. Шяо же, үшінші томмен тұр, иә? Шяо деген сөзіміз. Шяо же, бикеш. Ин е юан, екінші, төртінші, екінші тон. Ин е юан дегеніміз қызметкер банктың операторлары, банкте отырып жұмыс жасайтын кісілерді айтамыз. Келесі ренминби, екі, төртінші тон. Ренминби. Қалай айтты? Би деген сөзді көрдіңіздер ме? Тез айтылып кетті. Төртінші тон. Жоғардан төменге қарай. Ренминби. Бұл халық ақшасы. Осындағы ренмин деген сөз, жалғыз өзі халық деген сөзді білдіреді. Ренмин, халық. Шяо же, ин е юан, ренминби, шяо же, бикеш, ин е юан, қызметкер, банк саласында жұмыс жасайтын. Ренминби, халық ақшасы, ренмин, халық. Міне достар, бүгін мен 9-шы сабақтың 9 сөзін өттім сіздерге. Бірінші сөзіміз бізде шяу. Бұл түстен кейінгі уақыты. Шаңу. Бұл түске дейінгі уақыт. Тушугуан. Бұл кітапхана. Яу. Керек, хочу. Хуан. Ауыстыру. Мысалы, біз ақша ауыстыру болатын болса қалай айтамыз? Хуан чен. Ауыстыру. Шяо же, бикеш. Ин е юан. Бұл қызметкер. Негізінен енді көбінде банкте жұмыс жасайтын операторларды айтамыз. Или басқа компанияларда да мысалы жұмыс атқаратын осындай операторларды қалай айтамыз? Ин е юан деп айтамыз. Ренминби, халық ақшасы. Осындағы ренмин, халық деген мағынаны білдіреді. Ренминби болатын болса, би деген сөз қосылып тұр, ақша. Бұл халық ақшасы болады. Міне бұл бізде 9-шы сабақтың 9 сөзі. Шяу, шаңу, тушугуан, яу, хуан, шяо же, ин е юан, ренминби, Бұл біздегі қазіргі 9-шы сабақтың 9 сөзі. Шама бар сіздерге жазылуын көрсеттім, өйткені сіз ол иероглифті не екенін білгеннен кейін оның қалай жазылуын қайтуыңыз керек, білуіміз керек. Сол үшін көрсетіп қойдым, ол әрбір сабақта көріледі. Сондықтан ол кейбір сөздер анық көрінбей жатса, кішкене экрандарыңызды үлкейтіп жіберіңіздер де тоқтатып қойып көрулеріңіз болады. Кейде енді тақтаға сыймай қалған жағдайда жаңағы сияқты бірінші сөзінен бастап өшіріп салдым. Сондықтан басынан бастап көріп алуларыңызға болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Енді келесі сағатында 9-шы сабақтың 2-ші жартысы өтіледі. Рахмет сіздерге, сәттілік тілеймін.